Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ересектер де балалар да сүйіп жейтін тефтели дайындайтын боламыз. Гарнирге бізде пюре, ал ендеше бізге сиыр етінен фарш және де алдын ала бұқтырылған күріш, блендерден өткізілген пияз және де дәміне қарай тұзын, бұрышын, паприкасын салатын боламыз. Жақсылап қолыңыздың көмегімен араластырып алып, бір-бірлеп осылай тефтелдер дайындайтын боламыз. Шарик тәрізді қылып, қажетті нәрсенің барлығын төменге описание бөліміне жаза кететін боламын. Одан соң алдын ала табамызға сұйық май құйып, пиязымызды турап салып, қуырып, артынан теркадан морковымызды өткізіп, бұл жерде видеосы түспей қалыпты, достар. Бірақ та қиын ештеңесі жоқ. Табаңызға суды құйып, қайнаған суды құйып, тефтелдеріңізді салып, осылай 20-25 минутқа пісіріп аласыздар. Менің тефтелдерім уже дайын күйінде. Бетін жауып міндетті түрде пісіріп алыңыздар, оп-оңай. Одан соң бізге гарнир дайындайтын боламыз. Мен картошканы осылай ашып, суға салып пісіріп алдым. Піскеннен соң осылай май және де сүт қосып, пюре дайындадым блендердің көмегімен. Сіз гарнирге кез келген түрін алсаңыз болады. Қалауыңызша. Мінекей біздің тефтелдеріміз дайын, өте дәмді, керемет кешкі ас шықты.